Сәлем достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің влогымыздың тақырыбы Уфа қаласындағы саяхатымыз туралы. Ендеше назарларыңыз экранда болсын және де соңына дейін қараңыздар. Затымды таксиге орналастырып болғаннан кейін автобус сапар автовокзалынан жүретін болғасын 10:30-да келіп тұрдық. Содан кейін әр багаж үшін 1450 теңге төлейтін болдық. Осындай автобуспен Уфа қаласына группаластарымызбен бірге жол тарттық. Біз кетер уақытта өте қатты жаңбыр жауған болатын. Ал сағат қазір 11 часов 50 минут. Өзіңіздің телефоныңыздағы Apple Watch-қа кіресіз де, сосын циферблаты деген функцияны басып, Mickey Mouse'ы тауып аласыз, сосын добавить етесіз. Бір жарым сағаттан кейін біз Қазақстан-Ресей шекарасына келдік. Шамамен бұл жерде 1 сағаттай тоқтадық. Осылайша біз Ресейдің шекарасына келдік. Келесі біз Орынбор, яғни Оренбург қаласына келіп, шамамен 15 минуттай тоқтадық. Бұл Оренбург қаласының автовокзалы. Одан кейін Салават және де Стерлитамак деп аталатын қалаларда 10 минуттай шамамен тоқтадық. Үйтіп 12 сағаттың ішінде Уфа қаласына жеттік. Бізді Уфа қаласында күтіп алды, ал бұл Уфа қаласының жарты бір бейнесі. Жатақханаға келіп, осындай бір А4 қағазда өзіміздің данныйымызды толтырдық. Содан кейін бөлмемізге орналасып, кішкене шай ішіп, сосын группаластарымызбен бір ойын ойнадық. Яғни Uno деп аталатын ойынды ойнаған болатынбыз. Бұл біздің жатақханамыздың сыртқы көрінісі. Келесі күні біз қала жаққа шығып сим-карта сатып алдық. Уфа қаласының бір ерекшелігі осындай биік зәулім ғимараттар өте көп екен. Сим-карта сатып алуда және де тарифті да қондыруда өз еркіңіз, яғни неше түрі өзіңіздің қалтаңызға, яғни ыңғайыңызға қарай неше түрлі бағалар бар. Біз осындай центральный деп аталатын сауда орталығына келіп, связной деп аталатын осы бутикке, яғни магазинге келіп сим-картамызбен тарифімізді қондырып алдық. Шамамен 380 рубльдей болды. Сосын азын-аулақ түскі аста жейтін тағамымызды алып, сосын өзіміздің осы жатақханамызға қайттық. Бұл біздің жатақханамыздың мекен жайы. Жалпы өзі 7 қабаттан тұратын үлкен жатақхана. Енді біздің келесі сапарымыз университетке бардық. Университетке барудағы біздің себебіміз біздің жалпы данныйымызды тіркеп, кітапханадан кітап алу болды. Бүгін біз Башқұртстан мемлекеттік медицина университетіндеміз, яғни қазір кітап алу үстіндеміз. Очередте тұрып, пока кітаптарды өз кезегіміз келгенде аламыз. Және Башқұртстанның библиотекасына келетін болсақ, өте қатты дамыған екен, яғни каждый столда өздерінің компьютермен жабдықталған. Және іші дизайндары бәрі новый, жаңа видео. Негізі шынында да кітапханалары өте әдемі, яғни осындай жеке отыруға болатын жалпы бөлмелер бар. Жалпы былай қарағанда өте әдемі, және де кітаптар, жалпы кітап оқуға арналған жалпы орындар және де кабинеттер өте көп. Бізді кітапхананың атына тіркегеннен кейін осындай карточка беріп, содан кейін біз бір цикл оқитын боласын, гинекология және де акушерия кітабын алдық. Универден шыққан кезде осындай әдемі көрініске тап болдық. Біз шығар кезде осындай әдемі болып, жапалақтап қар жауып тұрды.
Содан кейін фикс прайсқа кіріп, үйге қажетті заттарды алдық. Содан кейін осындай әдемі көрініспен үйге жаяу қайтуды жөн көрдік. Бүгін біз үшін өте энергиялы күн болғаннан кейін тамақтанып алдық. Ал бізге ас болсын. Уфа қаласында өткен біздің бірінші күніміз аяқталды. Сіздермен бірге болған оңай медицина. Және де осындай қызықты күндерді жіберіп алмас үшін менің арнама жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Қызықты күндеріміз көп болсын.